Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға осындай өте әдемі шырша тәріздес десерттің рецептісін ұсынамын. Бұл десерт сіздердің жаңа жылдық үстеліңізде ерекшеленіп орын алатынына күмәнім жоқ. Қамыры табиғи балдан жасалады, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Қамыр үшін ең алдымен темір ыдысымызға қант, шым-шым тұз, табиғи таза бал және де жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Кейін сары майды қосамыз және ыдысымызды пештің орташа жылдамдығына қойып, әрдайым араластырып тұрамыз. Массаның қатты қайнап кетпеуін қадағалау қажет. Сары май еріп, масса біркелкі болғаннан кейін ас содасын салып араластырамыз. Масса осылай сәл көлемін ұлғайтады және осындай пена қалыптасады. Бұл соданың реакция беруі. Енді біз массаның үй температурасына дейін суын күтуіміз қажет. Ол үшін басқа ыдысқа құйып алған жөн. Суығаннан кейін електен өткізілген ұнымызды біртіндеп қосып, біркелкі жұмсақ қамыр дайындаймыз. Сәл қоюлана бастаған соң, қалған ұнды үстел бетіне төгіп, қамырды енді қолмен илейміз. Қамыр сәл қолға жабысуы мүмкін, бірақ ұнды көрсетілген мөлшерден артық қоспаған жөн, себебі піскен печеньелер қатты болып кетуі мүмкін. Міне қамыр дайын, оны 10-15 минут шамасына тоңазытқышқа формасын жақсы ұстау үшін қойып аламыз. Қамырды ыңғайлы болатындай бірнеше бөліктерге бөлеміз және бірден тефлон немесе пергамент қағазының үстіне оқтаумен жазамыз. Қамыр қалыңдығы шамамен 3-4 мм. Енді менде осындай арнайы көлемдері өспейлі болып келетін печеньелерге арналған бірдей форма бар. 5 түрлі өлшемде әрқайсысы 15 данадан шығады. Печеньелер 180 градуста қызып тұрған пеште 7-10 минут шамасында піседі. Осылай сәл қызарған уақытта аламыз. Барлық қамырды осылай пісіріп шығамыз. Дайын печеньелерді бірнеше күн тоңазытқышта сақтауға болады және керек күні крем қосып дайындай аласыздар. Печеньелеріміздің барлығы дайын, енді кремін дайындаймыз. Бірінші крем бірыңғай түйіршіксіз болу үшін сүзбелі ірімшік пен қант ұнтағын сәл 1 минуттай миксерлеп аламыз. Кейін 33-35% кілегейді қосып, крем өз формасын жақсы ұстағанша тағы миксерлейміз. Крем дайындайтын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы керек. Креміміз де дайын. Енді балды десертімізді жинауға кірісеміз. Кондитер қапшығына осындай дөңгелек насадка қойып салып, кремімізді саламыз. Бұндай насадка міндетті емес, сіздер жай ғана қапшықтың бас жағын түзулеп қисаңыздар да жеткілікті. Ең үлкен көлемді печеньелерімізді қойып, кремді дәл видеода көрсетілгендей салып шығамыз. Және кезегімен печенье көлемдерін кішірейтіп отырып, десертімізді жинаймыз.
Міне біздің осындай өте жеңіл дайындалатын әрі әдемі шырша тәрізді десертіміз дайын болды. Бұл десертті балаларыңызбен дайындауға кеңес етер едім. Балапандарыңызға өте қызықты болып, көңілдеріңізден шығады деген үміттемін. Балдан жасалған печеньесі өте жұмсақ болып шығады, және арасына крем қосылған уақытта тіпті өте нәзік әрі тіл үйірер дәмді болады. Менің арнамда әлі алда өте көп рецепттер болады. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.